И бәрге достармен бірге мен Мадияр Пернебай және де Чина. Достар, бүгін бізде бір тамаша видео болып тұр. Яғни соңғы статистикаға жүгінетін болсақ, бүгін бізде тағы да 24 сағат атты челлендж болады. Яғни айтқанда бүгін біз Мен Мадияр не айтқан бәрін орындаймын енді. Бұның настроениесін байқап тұрған шығарсыздар. Бүгін 24 сағат досым менің айтқанымды орындайтын болады. Олай болса сіздер экранға жайғасаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Жалпы айтқанда достар, негізі бұндай контентті мен алдын досыммен жаңа Олжас екеуміз кезек-кезек біріміз айтқанымызды орындап істедік. Мен досымның айтқанын істеген кездер болды, ал досым менің айтқанымды істеген кездер болмады. Бүгін шыңғыс бауырым мен айтқанымды істейтін болып жатыр. Бүгін жоқ деген ответ жоқ. Бізде барлығы тек қана бізде бәрі бар. Қашпа. Берген. Бүгінгі видеода бізде Шыңғыс спонсор ететін болады. Яғни айтқанда достар, қазір бізде челлендж басталғалы тұр. Сағат бізде 16:41. Кәдімгідей 24 сағат 16:41. Ертең 16:41-ге дейін мен не айтамын соның бәріне. Ал так Шыңғыстың тапқан машинасы. Қалай? Одной күріс кет шөлегің жатыр. Шөлегің жатыр. Шөлегің жатыр. Шөлегің сей болды ғой. Смело. Чина аламыз ғой, Аламыз ғой, Чина аламыз ба? Так, достар, негізі бүгінгі видеода Шыңғыстың ақшасын қатты былай құртып сору дейтін нәрсе. Так, жалпы достар, негізі бүгінгі видеода Шыңғыстың ақшасын құрта берген ұят болады. Негізі сол себептен барынша ақша құрту жағынан емес, просто үшін задание орындатайық, кішкене қинайық, баланы жүгіртейік, жұмсайық, сондай жақтарына кішкене болса да жұмсайтын боламыз. Мен білмеймін, өз басым досың болса да ақшасын қатты бүйтіп құртқызып, ақшасын сорған ол қателік деп ойлаймын. Сол себептен кішкене болса да аяйық. Ал сіздер экраннан жайғасып алыңыздар, мен алғашқы заданиямды бастаймын. Шыңғыс үш маршасын қызарып көріп кеттік. Досым, алғашқы задание тыңдап ал, жақсылап. Әрине мен сен ақшаны айтып құртқым келіп тұрған жоқ, бірақ маған киіну керек. Че там, алып бересің ба, родной? Иә. Жоқ дей алмайды, родной, бүгін жоқ дей алмайды. Қандай киім алады мен таңдамаймын, қай жақ қандай киімді айтады, сол киімді алып бересің. Иә ма жоқ па? Иә ма жоқ па? Иә. Все, родной. Вот, қайрасың нәрсе. Оталдыра бер машинаңды. Сәлем достар, бәріңе сәлем. Бүгін мен Мадиярдың жеке стилисті болам. Виде? Бүгін Мадиярды полный киіндіреміз. Примерно бір 50-60 мыңға шығады. Қайыр келсек, родной. Жа, родной келсеге болмайды. Осы коррупция дейтін осыдан басталады. Завтра начинается сегодня. Болашақ бүгіннен бастау керек. Коррупцияны жоюымыз керек. Болмайды, келісу дейтін родной, болмайды. Так, қазір енді қайда барамыз, брат? Қайда киінеміз? Айтсай сен. Қаншатырға барайық? А жоқ, қаншатыр? Қай жерден қай киінемін, қандай киім алып беремін дейді. Сол родной. Қазір қаншатырдың алдына келіп тұрық. Мади, кешеден келіп тұр ма? Жоқ, мен пасты жемеймін, родной. Қинамай-ақ қой. Уф, деген ма? Так, достар, ана ішіне кірсек, бір қызық жағдай болып тұр. Ош мақтағаннан қараңыздаршы. Жабық. Анау Адидас, Мадидас, бәрі жабық. Бан тұрған. Это не все. Базарға кеттік. Базарға барамыз. Қалайда, короче, бір киім алуымыз керек болып отыр ғой бүгінгі видеода. Өзі айына жылына бір рет осындай күндер туындап қалады, пайдаланып қалмаймыз да киім алып. Так, короче, бір бутикке келдік. Мына жерде киімдердің бәрін қарап алдық. Қай жақтан уже маған стиль таңдап жүр уже. Ана мен ана кроссовка киесің, ана мен андай кроссовка киесің деп. Қазір енді көрейік. Олай болса сіздер қысқаша шоуды бір тамашалап алыңыздар. Кроссовки и джинсы. Да. И Сколько тенниска. Тенниску не помню. Джинсы и кроссовки 22 тысячи. 22 500. Все, досым. Құттықтасын. Все, ладно, спасибо большое, всего доброго. Шалбарым, әперсейші. Осылай банкрот болып қалмасақ болды. Киіміңе рахмет ше. Енді бір жақсылап ужин ішіп деймін. Жақсы бір тамақ жеп алсақ. Бір жатып барып ұйықтайсақ деген әңгіме шықпайды ғой аузын. Чина, родной кішкене ауырып тұрған сияқты. жаңа көшен басын маман көрдім, сен іздеп жүрген үйге қайтсыңдар. Анда бар, мұнда бар бұл ше. Қайттық дұрыс айтты. Короче, досым, ондай отмазка, андай поводтардың керек емес, родной. Тамаққа алып барасың ба, жоқ па, соны айтшы маған. Апарасың ба, жоқ па? Соны айтшы маған, болды. Чина, бош, мама. Мақтауды жібердің, қойшы, родной, родной, қойшы. Жоқ, ужин ішеміз де жоқ па, соны айтшы, болды маған. Соны айтшы маған, болды. Иә. Сөйтіп қиналмаса, родной, жүрсей, босай тез. Босай. Өзің таңдайма, мен таңдай, өзің таңдай.
өзіміздің випкамызға кіріп отырамыз. Меню можно меню. Мына жерде донер с курицей, донер с говядиной, донер микс, донер багет, донер мини, фри, бри. Мына менюдің барлығын әкелші, родной. Қорытпай-ақ қой бүгін. Бізде қазір правильный питание бар, сол себептен анау фастфудтар жібермейміз. Жай ғана бізге досым 1 салат цезарь, 2 донер, 2 литр жай су, 1 литр 0,5 кола. Чина аламыз ғой, а? Аламыз ғой, Чина аламыз да? Сәл азайтсыңдар, сүйіп салат не алып. Ладно, көңілің үшін бір суши қосып жібере қой. Осығанда қуаныр адеке тағы қосып кетеді. Аламыз амаймыз? Аламыз да болды, қандай осы болды. Жетеді. Ұялма, Чина, ұялма, жей берсей. Жоқ, жей беріңдер. Енді мынау, Чина сені заказ беріп жесе, адам болса қойса 2 донерден жеп жатыр. Мына өзі кішкентай меню. Болмаса алып берейін тағы. Қарны тоқ. Біз қазір тағы да бір салат заказ бердік, чисто шөл жейміз. Ештеңе алмай ақ қойыңдаршы, бұл жетеді осы. Әдемі. Родной, суши не аласың ба? Что-то мына шөтқа не қылмайды, разы болмайды. Жоқ, әдемі, жей беріңдер. Не, заказ давай, шақыр айтсам. Смело, полный меню. Шашлык сделай. Шөтті уайымдамай, тамақ жеген күшті екен негізі, родной, иә? Как ба? Мә, күшті екен. Бұл я дейді ғой, я? Бұл жоқ, я дейді ғой. Нан бере қойшы, доказы жеп қойсын. Нан, давай. Родной, қиналмай қойшы, да көз настроение жоқ қойсын. Тема болады, контент кәдімгі жарамды. Ертең қазына ауырып қаласың родной. Қарным тойды. Шөт қанша болады кән? Беш? 6350 төлей алатын шығарсың енді, родной. Шөт төлегің келе ма, родной деп сұрамайтын шығармыз, иә? Сіз үйге қайтып ұйықтайықшы, болып жатайықшы. Ал осы бүгінгі тапсырма примерно осылай аяқталды. Ертең енді ертеңге саған тапсырма. Азанғы сағат 8-де тұра аласың ба? Иә? Задание емес қой. Андай не қылу үшін ғой, ертерек азанмен ерте тұрып алып задание бермейміз сағат 8-де тұрып. Жоқ, досым, ұйықтаймын оны. Жоқ, родной сағат 8-де ертең выходной, 11-де ертең 8-де тұрып, ертерек қинамайын ба сен, родной? 11-де тұрайын. 4-ке ертең сен еще вообще ұйық жоқ қана да я. Тұрғың келе ма, родной? Сағатта тұрғың келе ма? Сәл ұйықтайыншы. Тұрам. Ал видео ортасында достар, сіздерге естеріңізді сала кетейік. Қазір білесіздер, Лига Евро отыр. Яғни мемлекет арасында қызықты матчтар отыр. Сол матчтарды көріп отқан жандар да болатын болса, сіздерге арналады. Қазіргі таңда білесіздер, менің промокод арқылы тіркелетін болсаңыздар, баяғыда 65 мың теңге емес, қазір достар 25 мың рубль, яғни айтқанда 150 мың теңгедей бонус береді. Яғни айтқанда қазір уже обновление жасалып, барлық жаңадан сіздердің жағдайларыңызды жасау үшін барынша қолдан келгенше тырысып жатыр. Егер де сіздер менің промокодым бойынша тіркелетін болсаңыздар, 25 мың рубль сіздерге алғашқы депозиттеріңізге бонус ретінде берілетін. Бұл достар сізге сәттілік тілек, орындар өте шектеулі, асығып қалмаңыздар. Толығырақ сілтемесі бекітілген комментариядағы сілтемеде болатын болса, сәттілік. Ал қайырлы таң, сағат негізі 8-де тұр деп айтқан, 8-де звондасам, міне енді ұйықтан тұрып жатырмын, жуынып шайнап шығамын деген жігіт, міне сағат 8:30 болды, жарты сағатта үйінен зарға шықты. Тұрдың ба, родной? Ассалаумағалейкум, қалай жағдай? Тіресің ба, амансың ба? Саған келесі задание. Артып бетейікші, досым. Бүгінгі ауа райын қарашы, неше отырыз, қанша градус отыр, көш? Понедельник 36-ға дейін, 37-ге дейін көтеріледі, родной. 37-ге дейін барады екен бұл. Бұндай погодада не істеу керек білесің ба? Мен бір шомылғым келіп отыр. Үйде жатып ұйықтау керек. Жоқ, родной. Ыстықта не істейсің далада? Қазір бүкіл стористерін қарасаң, барлығы бассейнде, барлығы көлде, теңізде шомылып жүр, родной. Шомылғым келіп отыр, не істесек болады? Давай, хоп деп көз жұмамыз да бурабай қалайықшы, родной. Бурабай ба? Мен бурабайға шомылғым келіп отыр. Мені алып барасың ба, родной? Родной, сен ондай заттарды алдын ала айту керек. Родной, мен саған тағы да кішкене 1 сағат уақыт беремін, пока сен еңгеріп андай пляжға баратын заттарыңды полотенцең жинап келе көр. Барамыз ба, бармаймыз ба? Жоқ онда. Барамыз ба, бармаймыз ба? Соны айтшы маған, болды. Сен я деп айтуың қиын болады да, мен жүрегім ауырып кетеді, родной бар ғой. Барамыз ба, бармаймыз ба? Жоқ, сен де енді сенікі де дұрыс емес пе? Сәл мен мынандай неловкий положение қойып қойсын, енді еще камера басып қойды. Так, былай бүйтейік. Болды, осының сөздің қысқасы, я или жоқ, родной? Бурабайға барғым келіп тұр. Бірақ бурабайға 4 сағат жүріп барайық, асықпайық 40-пен. Сен маған условие қойып жатсың ба еще? Болды, міне, осы жерден қорытылайық. Бурабайға кондер бар машинамен барғым келіп отыр. Че там? Сен вообще мен машина тасып кетеміз. Мен бурабайдың өзіне ойланып тұрмын да, бурабайдың өзіне. Еще кондер бар машина тасып тұрсың ба? Мен машинамен шықпаймыз, давай кондер бар машинамен, че там? Қазір обедте күн саған кезде айбы. Мен не деуім керек, кешеден берем, біліп жатсың. Мен жоқ, сен че-то сенден қорқайын дедің бе? Таң атпай келіп тұрмын алдына, қинамасаң болады ғой, сәл мына балада вообще ұят жоқ бар ғой, әбден қинап өлтірді. Ұят бар? Әбден қинап өлтірді. Родной, мен сенің ақшаңды бүйтіп. Ақшаңды бүйтіп. Жоқ, басқалар сияқты ананы әпер, мынау әпер деп жатқан жоқпын ғой. Бәрін әпер деп жатсың ғой. Мына жаққа апар деп отырмын ғой, родной енді. Осы проблеманы шешіп тұрғанымызда 4 минут уақыт болды, родной. Содан барамыз ба, бармаймыз ба? Иә, жүр, барамыз. Машинасың ба? 1 сағат уақытың бар. Машина бәрін шешіп қой. Олай болса, бурабай встречайте нас. Ал біз кетіп барады ма? Ал такшыңыздың тапқан машинасы. Қалай? Ал баттық па? Баттық. Бурабай қарамыз ба? Смело. Айтасың, бурабай жоғал болды. Шыңғыстың бүйтіп грант айдап жүрген бір түрлі көрдіңіз екен негізі. Ана әбден ана террада үйреніп қалғаннан кейін ба. Так,
Так, әні дегенше міне уже пляжға да келдік. Почти обед болып бар ғой. Бүгін Астананың бәрі Бурабайға көшіп келген ба? Келем дегенше пробкамен 2 сағат 3 сағат уақыт жоғалтып алдық. Одной күн ыстық шөлегім келіп жатыр. Шөлегім келіп жатыр. Шөлегім келіп жатыр. Шөлей берсей болды ғой. Смело. Я разрешаю. Шөлдеп жатырмын ше. Источник алып бересің бе? Жоқ бар. Алып беремін. Вот сөйтші арада қинамашы, мен өзі жетіп қиналып келіп жатырмын бар ғой. Шаршап келіп жатырмын ана. Демалайыншы бүгін 24 сағат бір демалайыншы. Демалып жүрсің ғой. Ладно. И так-то машина айдап келген мен. Сіздің қолым табым келіп жатыр, ладно. Ұстай берсін. Бурабайдағы пляждың түрі осындай. Мына таудың жағасында былайша. Короче айтқанда пляжға келдік. Действительно бүгін күн ыстық енді. Действительно күн ыстық, соның бәрін шомылып, әбдіші демалып болу керек. Қасымдай. Осы сезондағы алғашқы шомылуымыз мынау біздің. Негізі бүйтіп аяқтан бастап түскенше негізі бір түрлі бірден гүф өтіп кетесің. Так, Мадияр мен суға жіберіп жайын намекат етіп айтты, бірақ горилласын апарып берейік енді. Судың жағасында отыр ғой. Мади, горилла шетін жарсың родной? Басқа жоқ па не? Басқа жоқ, горилла, что там? Нормально? Су қалай екен? Су рахат па? Қанша жатыр? Әдемі? Ананы көріпсің ба? Мен сағатайым қайда, родной? Ананы көріпсің ба? Су ма? Қыз жатырғанда, қыз жатыр көріпсің ба? Матраста ма? Родной? Суға жүзу білмейсің ба сен сонда? Просто ана ортасынан балық аламын кетір, родной, қолым. Родной, уже бар ғой, издеваться етіп болдың ғой. Родной, мен сен ақшаны не жатқан жоқ па, родной? Матраспен жүзгім келіп тұр, родной. Мен саған сатып алып жатқан жоқпын, может біреуден сұрап бере аласың ба, өзің білесің. Просто матраспен жүзгім келіп жатыр, родной. Матрас неғып бере аласың ба, родной? Организация етіп аласың ба, родной? Екеумізде бір матрас жетеді. Суға жүзу білмейтін адамдар жатады матраста. Екеумізде бір матрас жетеді, родной. Мәй, матрас дейді. Мына видео қашан бітеді? Тез-тез бітіру керек болып отыр мына видеоны. Әбден қинап бітірді мына бала. Матрасын апарып берейік енді қазір. Қай жерде арендасы бар көрейін. Иә деп қойдым мен. Дейлі қазір біреумен сөйлесіп көреміз да. Бірақ ешкім бермейтін сияқты енді арендаға алу керек. Қазір арендаға аламыз. Прикиньте, матрас алдым 1 сағатқа 3000 теңге. Ашейін матрас 1 сағатқа 3000 теңге. Не деген бағалар мынау Бурабайда? Екеуі әлі күтіп отыр ғой мен. Бұлар аты серьезді ба? Серьезді. Ашейін бір сатып келіп жатсың ба? Арендаға алып келіп. Жоқ, ашасыз айтпай ақ қой, родной. Абдушар алдына ұстап апарып қойсаңшы ба? Еще ұстап тұрайын, иә? Ұстап тұрам. Берші матрасқа жатайыншы, родной. Ой, бағынан да шомыл қарнашайын еді, родной. Қарнашайын деді. Шынды ба мынау? Родной, қашып келдім болғанда анау. Короче, 16 минуттай уақыт қалды да. Мадиярдан сәл алыс жүрейін деп тұрмын, анау задание айтпасын деп ше. Уақыт өткіземін, сосын бірақ барам. Уже бар ғой, мазалап бар ғой, шаршатты уже бар ғой. Уже бар ғой, мына жерде тұр ғой уже. 16 минут қалды, 16 болды сонымен бітеді. Суда жүр ол уже, мұтып кеткен суда рахаттанып жүр да. 41-де уақыт бітеді родной. Жаймен бара берейік Мадиярға. Мадияр суда жүр. Мұтып кеткен вообще. 3 минут қалды. Мадияр суда жүр. Жаймен мен байқаған сияқты. Қазір маған келіп желание айтпақшы болып тұр, түріне қарасам. 1 минут уақыт қалды, уақыт бізде 4-тен 40 минут кетті. Мадиярға уже баратырмын. Қазір уақытты бітіреміз. Матраста жатыр. Мади, суға түсейік та, родной. Суға түсейік та. Берші матрасқа жатайыншы, родной. Матрасқа жатайыншы. Ой, бағынан да шомыл қарнашайын еді, родной. Қарнашайын деді. Желектегі қамыр кет суға. Шынды ба мынау? Жай шамасы енді бауыр? Уақытты қарасай. Уақыт 4-тен 41 кетті баған. 4-тен 41 кетті, видео бітті. Сонда ажалың бір күн болып тұр ғой сонда, я? Қинап жібердім. Осы қойдың жасаған жақсылықтарын бәрі ұмытылды дейсің ғой? Ұмытылды, бәрі ұмытылды. Қазақта бір керемет сөз бар екен, қанша жақсылық жасасаң да бір күн жаман жасап қойсаң, бар жақсылығың ұмытылады дейді. Өзің ойнап тұрсың ғой жаман жасаған. Жоқ. Ойнап қойды, болды. Видео бітті. Уақыт көріп тұрсың. Ровно 24 сағат өтті. Родной. Жоқ, достар, негізі былай айтып болсаңыздар, қатты қинамадым да вроде деп. Баста да айттым мен, ақша қатты шығармаймын дедім. Просто мен керек нәрсені айтамын, сен оны сатып алып бересің ба? Былай қалай алғың келеді, солай айта бересің. Главное, маған айтқан нәрсені істеп отырсаң болды. Ал енді келесіде сен маған я деп айта аласың ба? Смело, родной. Мен сен сияқты жыламаймын, я деп айтамын конкретно. Көреміз осыны. Конкретно міне. Мадияр енді маған я деп айтып. Осы видео 15 мыңға жиналатын болса, мен шығысқа я деп айтатын боламын. Болды. Ал достар, мінекей примерно біздің видеомыз осылай, енді өз мәресіне келіп отыр. Жалпы айтқанда бүгінгі видеода Шыңғысқа рахмет дейміз. Жоқ, мен настроением нормальный енді бүгін. Потому что сен маған я дейтін бар ғой. Соны күтеміз енді бар ғой. Ойындар сол. Оған да бір оқталып кішкене жинақталып алайық. Оған дейін ақша жинап ол сен. 15 мың лайк жиналсын бірінші, ақша проблема емес, 15 мың лайк жиналсын, міндетті түрде шығаратын боламын. Айтпақшы достар, жаңағы айтып кеткен 25 мың рубльдік бонусты ұмытпаңыздар. Ол үшін төмендегі бекітілген комментария сілтемеге кіресіздер. Мади деген промокодты теріп кіретін болсаңыздар, жай ғана сіздерге 25 мың бонус, яғни 156 мың теңгелік
бонусты сыйға аласыздар. Тапсырмалар жақсы орындадым деген ойдамын енді. Бәрінен подписчиктер көріп отыр. Қиналып зорға істеді ғой. Жоқ, істедім ғой, главное істедім. Иә. Жоқ деген ответ болды ма? Бүгінгі видеода жоқ деген ответ. Болмады, базар еш қолдап қаш болды. Сол үшін респект, дәл осы видеоға лайк, каналға жазылу, және де Шыңғысқа керемет қолдау, комментарий жазып кетсеңіздер болғаны. Ол достар, осындай кереметті көңіл күймен біздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.